Kabul al bir selimdi ağayınlar, biliktin bir düşmanı Rinat'tan. Tilingmenen bir tüyrek tasladın ba, 91 men alısıp bitip edin 93 bin tiresi basladın ba. 40 jamav jollardan kutulmasa 30 yılga kirem diyen beketçilik ay. Ministerlerinin deputatlar var bu jakta, kokanda жүрген kolundan jasap saylaudy, baylaudy, unutup жүрген kazaktın gamın oylaudy. Ardında pora para jattı. Osay tüstü jabadı dep jagınıp maqtayımız var Jamanbaydı. Жерimiz satıladı degen кезде жерден басын алуға шарама бет. Kazakta жолдау емес, қолдау керек. Тоқалына тон сыйлап, 9 қабат той тойлап, тойынып жүр параға көп. Асфальтты жыл сайын қазғанменен астынан алтын адам шықпайды мұнай. Қазақстан қақпағы жоқ қара қазан, көрінген ит тұмсығын тықпалаған. Құдай берген талантын жерге тығып, Құдай берген Димашқа жөн айтқанша, Шотан қарындас дейтін өлең жазып, мәнсіз әннің мәтінін мол айтқанша, шынымен Ринат іске кіріссеңші, өтірік елдің қамын жеп айтқанша, ақылыңды қолдансай осыларға, Ақылбекпен қосылып, реп айтқанша ой. Tıyın tapkan Alaştın akın degen yer kesimin koluna dombur alsa kuyundatkan Avurun жағымпаздар жабалмаған айтысқа шыққан сайын шуылдатқан Қазақтар естіп қалып жүрмесін деп сөздерін экраннан қиып жатқан ие болмай қаламын деп өзінің жағдайын қиындатқан Қабыл ал бір сәлемді ағайындар, биліктің бір дұшпаны Ринаттан. Алдыңа келдім елім келесеңдер, керектің біреуіне теңесеңдер. Қобышынне келген кезде жайым бар жазыныммен кеңесеңдер. Бақытты адам болмас менен асқан, осы сәт қуанышқа бөлесеңдер. Барайын тәуекелге тағы да бір шабытты шапалақпен желесеңдер. Üstüsten ot çıkarıp eskirip kaldı demey jebesеңдер. Ағайын мен баяғы сол Ринаттың шабаны өзгөрүптү демесеңдер. Мейірбек аманбысың құнан айғыр, жолында арманыңның құламай жүр. Сенедің жазсаңла сахнадағы көзіннан айталатын құра бой бір. Алаған айтыстағы кәрі қайын жыл алсаң, жапырағын сұрамай жыл. Осымен айтыспай-ақ қойсақ қой деп ақындар айдалаға тұралай жүр. Себебі түрелеусіз болғанменен тіліне қарап тұрсаң тірабай бұл. Айтысқа келген кезде қарсыласты кетпеушең, сынамай мінемей бір, сынамай бір. Жазғанбай айта берген ал бауырым, Ринаттың қандай жері ұнамай жүр. Astanada salayın barında,
Елордаға келгенде ерінбейін, мен шығыстың жүйрігі, топ көрсе тұрмас тебінбейін, есілге келіп тұрған соң, ертістей кетпен төгілмей, айналайын мейірбек, өрлігімді сұрасаң, Тарбағатайдың төріндей, кеңдігімді сұрасаң, Алакөлдің көліндей, шатақтығымды сұрасаң, аягөздің келіндей. Намысымды менің ай сұрасаң, 2000 Қытайым келгенде, жекелі тұрған шегінбей, Ақтоғай менен Қопада, қазақтың құрған шебіндей, қасыма келген ақынды қалтыратып жіберем, толға түскен келіндей, бағамды менің сұрасаң, өскеменнің келіндей, қызуымды сұрасаң, Қаражырадағы көмірдей, балқытып сені көрейін, болсаң да қатты темірдей, өзімнің де қамбас айызым, шабытымның тергеп, шапаныма төгілмей, сүйсініп келген елімді, сүйіндіріп кетейін, шығыс Қазақстанның жеріне. Тулаған тақымында қара кері, қарқыны бұл рекеңнің жаман еді. Келе сап өзін-өзі мақтап жатыр, жүзінде де мейірім шамал еді. Мейірбек кемшілікті теріп айтса, Ринат деген үлгі алған ағам еді. Мені де бір қиқулап қойыңыздар, Мейірбекте өзімнің балаң еді. Өйткені қарсыласым Ринат боп тұр, болғанмен бұл айтыстың бәрі әдемі. Бір айналып кеп тұрған сахнада шырайналып кетпесем, жағар едім. Аралап алыс ауыл шеткі аймақты, арқаға айтыс көші тоқтай қапты. Ол өнерім ұлтыммен қауышып тұр, үйіріне қосқандай көк мойнақты. Көз алдыңа әкелсін ақындарың, кешегі манап көкен көп байғарды. Екі балаң бірінші жұп боп шықса, екі қолды болама соқпай қатты. Шаттығымды жырлайтын сәт келіп тұр, көпіртіп айта бермей көп ғайбатты. Азаттыққа жетсем деп атқа қонып, бабалар семсер сүйіп сеп байлапты. Қалың қолды бастаған хана бұлай, қалмақтардың бастарын доптай қақты. Сарарқамды бермейін деп Сарорысқа, кененің кеудесіне кек қайнапты. 37 тұсында опасыздар, алаштың арыстарын оқ қайнапты. 86 сен бұзған жастарымды содырлар деп көрсетті, соттай қақты. Қайраттар танытпап бет қайраткер боп жүргендердің бойында жоқ қайратты. 91-де егемен ел атанып, қазақтың маңдайынан бақтаймапты. Айырбастай алмаймын отанымды, берсе де 5 Франция, 4 Таиландты. Қалыңғар қара жерге көрпе бопты, сары күз Сарыарқада келте кетті. Бораннан Аллаға шүкір аман шығып, елдің бәрі айтысқа ентелепті. Атағы мен шатағы қатар жүрген қасыма Ринатта ерке кетті. Өткендегі боранның болуына тапқазыр тапқандаймын мен себепті. Әй осы біздің рекең мықты адам ғой, долданып домбырасын шерте кепті. Өзі кеше келгенмен Астанаға мінезі 4 күн бұрын ерте кепті. Айтыста рекеңдей кім батыл ет, амандығын ел жүрген жылда тілеп. Шығыстың қыранына сәлем бердім, жетілген Шыңғыстаудай шыңда түлеп.
Men bilетін Ірекең қай кезде де халықты шоу көрсетіп шулатып еді. Әкім мен депутатты аямайды, әңгіменің аяғын нұрға тіреп. Махамбет боп маздатса ақиқатты үкіметке қаймықпай үн қатып еді. Шын болат боп шыңғырып шындықты айтса көпшіліктің көз жасын құрғатып еді. Басшылар сені көрсе безектейді, басыма тудырат деп күнді ақырет. Солардың себебінен соңғы кезде қылыштай қызыл тілін қында тұр еді. Ал бүгінгі айтыстың жөні бөлек, сахнаға сән берген түрлі ақын кеп. Мәдениет министрі ұйытқып шайырлардың шабытын шыңдатып еді. Жұртымды зайытыппен қауыштырып, жұдырықтай жүректі тулатып еді. Айтыстың жолақ жонды жолбарысы Ірекеңдей шынымен кім батыр еді. Жоғалған жолбарысты тауып берген министр Арыстанға мың рахмет. Оқсамайсыз не бақсы не бол молдаға. Долданып доқ көрсеттің неге ондаға. Келе салып өзіңді мақтап жатсың. Құрайтын жан емессің өлең жаңа. Жігітті бәрекелді өлтіреді. Масайрама мықтысың деген яға. Кіші пейіл болады білімді адам деп бекер айтқан жоқ қой Кенен баба. Бұрында 4-5 рет айтысқанбыз. Ол жағын отқан шығар елен қара. Нұрғаланы сөз қылып Алматыда апқайтты қазылардан төмен баға. Қызылорда мен Семейде шыққанда да сынадың Астананы сен онда да. Әйтеуір бұл қаланың кемшілігін айтыс болса көрушең менен ғана. Ал енді Ірекеңмен айтсайын, бойында бар жігітсің өнердара. Құрметпенен аузына тілі сыймай отыр мекен, шенеунікті шынауға шебері бала. Ендеше құрметпенен сөз берейін, айтыста тірі жүрген легендаға. Бүгін қандай тосын сый алып келдің, өзің жақсы көретін Елордаңа мезгілсіздеу шамданасың. Тереңді ойланатын барма басың. Ол рас Астананы көп сынадым. Сен оған неменеге таңданасың? Өзім мақтап отырамын. Бұл күнде дәл осылай жамбағасың. Мен де бір ақ кер жорғамын деп жырлаған. Жолдарын аққандардың таңдағасың. Өзім мақтап жұбатамын. Қазақтың мақтар жерін қалмағасын. Түркінде тапыршымас баталынғай. Айтайын Астанаңды қапа қылмай. Жер бетін жет айналып келсем дағы, қала жоқ осы сұлу шаһарындай. Жарқырап тұратұғын күні түні Астана Қазақстанның моторындай. Тек қана салынуы созылды ғой Меккеге Құнанбайдың сапарындай. Қаз-қатар тізіледі зәулім үйлер сақтардың салтанатты қатарындай.
Аманжол Әлтайыптың мақамындай көбейіп тұрғындары келеді екен Балғынбек Имашевтің сақалындай. Әйтеуір Астана мен жұбатамын күн сайын қажып жатқан отанындай. Елорда менің жалғыз мақтанышым, кедейдің тойға киер шапанындай. Мен емес өз отаным тілдей тұғын, мен емес өз жақының күндей тұғын. Сынасам Астананы шындықты айттым, ешқандай қастық емес бұл дейтінің. Мысалы Астанада бастықтар көп, көзіне басқа жұртты ілмей тұғын. Мысалы Астанада министр бар, қазақтың қасіретін білмей тұғын. Қазақты байып кетті деп сынайды адамдар, атқа мініп жүрмей тұғын. Үкімет неге ескертіп айтпады екен қазақтар бірдей өмір сүрмейтінін. Астана қаласынан басқа жерлер 30 ел қатарына кірмейтінін. Келікбай қаза Астана жаққа келікбай, өмірдің қандай болу керегін көрікбай. Бесешкі айда ысқырығымен жер жарған Экспо деген ертегі шарды көрікбай. Келікбай, Экспо деген ертегі шарға енікбай. Театр мешіт үйімен мейрам ханама, қалдырмай бірін арала гәне арала. Ауылда кейбір ішетін су жоқ, ал мұнда ұстайды Wi-Fi, далада аялдамада. Арала ақшасы жоқтар мынандай қала саламай. Есіне алмас аудан мен ауыл жайлауды, білетін жалғыз экрандардан сайрауды. Министрлер мен депутаттар бар бұл жақта, қоқаңдап жүрген қолынан жасап сайлауды. Байлауды ұмытып жүрген қазақтың ғамын ойлауды. Әйтерекпенен қанша да көресің, түкіріп қойма түрмеге онда енесің. Келер елі Ақорда деген ерекше сарай көз тартар, барықбай қарғам елемей кетті демесін. Кім білсін, бәлкім президентті де көресін. Ордаға бақсан сау кетпей ерте бар, қасыңа 3 тіл білетін біреу ерте бар. Көк жәшік тұрар арыздың бәрін жазып сал, рекеңнің осы сағыныш күйін шерте бар. Елорда жаққа әбекке дейін ерте бар. Келікбай қазақ, елордамызға Келікбай. Шенеуніктермен шіреген байды көрікбай. Қазақтың бәрі осындай өмір сүрсе де, Құдайдан тілеп көзіңнің жасын төгіп бай. Келікбай, елорда жаққа қолың бос болса Келікбай. Отырса мейірмектей тұлғасында, ағасы оған мойын бұрмасын ба. Сынады дей көрмеген шағарыңды, айтылған әрбір сөзім шыңырасында. Сен бірақ түсінбейтін жан емессің, сыры бар бір сардарсың тұлғасында. Қатысы
қарсыластың сен емеспен қашатын еркегіңде ұрғашыңда сырларың миллиардтармен мұңдасуда жырларың жұртыңменен сырласуда Микоштың әрбір айтқан сөзі қымбат теңгемен жағаласып туғасын ба жалғыз-ақ кемшілігін тайғақтайсың ортада жақсы бастап тынбасында әй бірақ табандылық қайдан болсын қазақтың теңгесінің құрдасында айтыстың Ринат жұлдыз аспанында тәп-тәуір мақтап еді бас жағында теңгенің құрдасы деп мейірбекті тіліңменен бір түйрек тастадың ба 91-мен алысып бітіп едің 93-пен тіресе бастадың ба ойым жоқ сізді бөлек қоймақ менің Елорданың мейрамын тойлап делім тойға кеп отырсаң да Ринат аға күдікті көңіліңнен жоймап едің сен менен басың бар ма деп сұрадың бұл сұрағың шынымен бойда болды әттеңім Реке ашуланып кетесің-ау саясатқа тым терең бойлап едім Астанада тұратын жанның бәрінің басы жоқ деп ойлап едің ай О келдің бе кемшілікті діттеп ағай соққыңыз шығады екен тіккен адай тойға кеп отырғанда ойлап едім тіл табысып кетер деп жұртпен оңай Рекеңнің күндей боп күлімдеуден бұлттай боп түнеруі тіптен оңай қайтадан Астананы жамандадың уышкендей сөйлейсің ұлтпен абай әй бірақ оған несін таңғалайын кемшілікті кеп тұрса жүк деп абай Ринаттан мақтау сөз тосқадыңша мылқаудың сөйлегенін күткен оңай көркімен таң қалдырған баралақты бас бармақпен бұл елдел бұл жерді бағалапты құрылыстың барлығын айтып кеттің Рекеңді дей алмаймын жала жапты 20 жылда салынған зәулім үйлер шаһарымның шырайын жаңалапты жыл сайын ауыл жақтан жұмыс іздеп қанша қандас бетке алады қала жақты құрылысқа тұрдым деп мәз болады басына қондырғандай дара бақты балам жұмыс қапты деп Астанада ауылда мәз болады ана қатты ал бірақ та байқасаң сол жұмыста жалақының төменін қазақ апты әр кемшілік жасаса сол қазақтың айлығын кесіп тастап жазаға жазалапты құлпырған құрылыстың тасасында қаншама жасырынған қаза жатты құнын даулап күн қазір елеп жатыр құрылыстан құлап өлген азаматты асыраушы айрылып адамынан жетім әйел жесір әйел жетімек бала жатты соларға бір соттасып жеңет дейсің жоғарылар тергеуді таза жапты дегенің түсіндікті артында пора пара жатты алтын күз араб пенен түріктердің қайсысын мұндай сұрақ мазалапты олардың шығындарын түгел төлеп айыптылар алады жаза қатты құрылыста дөкейлерге айтатыным ұмытпаңдар құдаймен қанағатты өзіңнің қандасыңнан аяйсың ба өзбекпен үнді салған қаражатты бұл дүниеде зәулім үй салғанменен түбінде бетке аламыз мазаратты қарапайым
Қарапайым қазақтың ақсын жеп, о дүниеде кешпеңдер бар азапты. Қарапайым қазақтың ақсын жеп, о дүниеде кешпеңдер бар азапты. Жалғанды жалпағынан бассаңдар да, парамен шеше алмайсың, ана жақта алмай. Ол тұмсыртыңнан қанжарың қадап әлек, туыстарың болғанмен арада көп. Елбасының жолдауын өткен жолы қалың ел баспармақпен бағалап еді. Түйінді мәселені түгел айтты, әр сөзін экраннан қараған ек. Бірақ та жолдау келсе, бізде қазір шенделер тауып алды жаман әдет. Баяғы мұғалімді жинап алып, жиналыс өткізеді далада көп. Түсінікті нәрсені түсіндіреді, ақыл айтып тұрғандай балаға кеп. Мен қазір шыныменен уайымдаймын, шенеунік тағы сылтау табама деп. Жолдауды түсіндірем деп жүргенде келесі жолдау келіп қалама деп. Өз басын қазақ үшін бәске тіккен Өзбекәлі Жәнібеков ағалар еді. Шегендеп шекараңды алып қалған Жұмабек Тәшеновтей қаранар еді. Солардың өткенінен өнеге алмай, көкелерім көбейді салар әдек. Жеріміз сатылады деген кезде жерден басын алуға жарамап еді. Тоқалына тон сыйлап, тоғызға бат, тойып жүр, тойлап, тойынып жүр параға көп. Солардың барлығына айтатыным, халықты болып жүрген қана бәлек. Қазаққа 40 қала салып берген, Қонаевтың рухынан салаға кетіп. Дауыл үні, боп келдік сахнаға бауыр әні. Келесап кемшілікті түгел айтты, Рекеңнің қатты кен адуыны. Екінші кезегінде мұндай болды, үшіншіде не болады шабуылы. Сәйкестік емес шығар, бұл айтыстың Ақорданың қасынан табылуы. Не де болса, байқайық бұл Ринаттың тілінен төгілмесін тағылуы. Үште ашылуы үште болған бұл айтыстың, 3,5-да болмасын жабылуы. Şeydi koy, айтыс şeydi falan kaydı. Айтысты жабама деп алаңдайды. Емені осы айтысты жабады деп жағынып, мақтаймыз бар жаманбайды. Қалайша өтірікті көпіртемін, жұтқанда ракетадан далам қайғы. Мен қалай жалған күлем сахнада, жоғалса бар байлығым оралмайды. Қазаққа жолдау емес қолдау керек, ол болмай мемлекетім оңалмайды. Мейіріне ешқашанда алаңдама, ақынның бетін ешкім қағалмайды. Қазақтай жолбарысым аман болса, айтыстың аузын ешкім жабалмайды. Асқақтап айтылғанмен арман әнің, мойында жұлдызыңның жамбағаның. Бүгінде көкелерім шығып алып, қазақты мақтап жатса таңданамын. Мен көрген көріністер мүлде басқа, оны да айтпасыма бармамалым. Мен бүгін қазақпын деп қоқаңдаймын, өзбекпен ұйғырларға жалданамын. Еврей үндістердің шахтері боп, асырап отбасымды малданамын. Қожасы Қытай
болып кетеме деп қорқамын мынау жатқан сардаланың. Өйткені өз көзіммен көріп жүрмін қазақтың қасиеті қалмағанын. Осының дәлеліндей көкпарда да өзбекті жеңіп кете алмағаның. Мәңгілік ел болам деп кімге керек өзіңді құр бекерге алдағаның. Кетпесін десек мынау құтталадан, жөн болар ақиқатқа тік қараған. Бұл күнде көрінген ұлт қоқаңдайды, табанын елімізге нықтамаған. Қазақтың қызын Қытай алып жатса, үндемес қазақ отыр бұқпалаған. Базарды Қытай басып жатыр десе, әрине естіледі жұртқа жаман. Көрінген есігіңді теуіп кірер, болмаса ілгегіңмен тұтқан аман. Білмеймін енді қашан сілкінеді костюмді көгелерім ұлт қараған. Алдында бір құдайдың жауап берсін, қазақты сатып тонап жұтқан адам. Қазақстан қақпағы жоқ қара қазан, көрінген ит тұмсығын тықпалаған. Айтылған ойын тыңдалса, төпелетіп көрейін. Тексіздер үнсіз тыңғанша, айтып айтпай не керек, айналайын мейірбек. Өтірік деме ағаңыз, шындығын айтып шыңдалса, мен үндемей-ақ қояр ем. Хабардан көріп жатқаным өмірде де шын болса, мұғалім мен дәрігердің айлық 250 мың болса. Жұлқыласса бас құлтпен қазақтікі жөндейтін ер азамат бір болса. Шырылдамаймын қалайша, көрген күнім мұң болса. Ұрпағымның аузында бір емес 3 тіл болса. Сақалдылар қаптаған, балағы жоқтар таптаған. Алабажақ дін болса, мен үндемей-ақ жүрерім. Осы байтақ даламда қазақ деген ұлтымда соқыр тиындай құм болса, сендер құсап мейірбек билікті мақтап жүрелім. Бүкіл Қазақстан нұрлан сауайы. Көк-көсердей күркіреп, көк жасындай күркіреп, көсердей көрсем сіркіреп, ағайын жұртым қолдаса, көрейін тағы дүркіреп, айналайын жұртым ал, мендегі жатқан бір тілек. Қазағымды ойласам, оң жағыма мұң түнеп, сол жағымнан жыр түлеп, айтатыным әніне, ойланса деп оятсам демек намыста, кішкентай ғана жыр болып, заманын тазы боп шала алмадың, кеткенмен заман күлкі боп, бұл қазақты ойласам, ойын менен күлкі жоқ, айып етпе ағайын, артық кетіп жатсақ біз, сүйексіз тілдің пульті жоқ айы. Ағайындап қоймайық масқараға, демедік Ринатты жас қадама. Тойынған шенділерді сынадың-ау, тоқбала дос болмайды аш балаға. Халықаралық
айтыс қой, бүгінгі айтыс қонақтар келіп жатыр басқадағы. Қырғыздардың алдында өз елімді жамандап қаламыз ба масқараға. Бішкекті жамандайтын бір қырғыз жоқ. Өлеңіне оштарын қосқанаға. Фариза апам ұқсап айтар болсам, табылмайды алтынға ақшаға да. Жамандасаң еліңді біреу әкеп, жақсы жерім береме басқа бала. Кезінде бұластана құшақ ашты Ринат Зайтықтай жас балаға. Өзіңде 3 жыл бойы студент болып тұрып ең Евразия общагада. Қаншама халық мұнда жүр емес пе, қолы жетпей жүрсе де баспанаға. Сондықтан жар жылауды не қыласыз? Өлеңіңді тұрған жоқ қос табаға. 1 миллион қазақ сыймай, қазақ сыйып жүріп тұрған жоқ па? Бір өзің сыймай кеткен Астанаға бай. Ол сөйлесе ақиқатты бұқпай тілім. Ақынның арнамысын жықпай тұғын. Астананы сөз қылсам жөн болады. Азапты жолдан көрген жұртты айтуым. Неге осы қаладағы көшелердің жыл сайын жаңартамыз сырттай түрін. Жаңа кім келсе төсейді жаңа асфальт. Шынымен осы менің ұқпайтыным. Көшелерді жауып тастап мұң болады, жұмысқа түсу бар тік қайтуым. 1 жыл өтпей араға уақыт салып, шаруаны кез келеді нықтайтұғын. Қой терісі емес қой, асфальт деген қойып қойсаң бір жерде құрттайтұғын. Ал қаланың сыртында ауылдардың қайғысын қай басшы бар құнттайтұғын. Илинка талапкерде жаңбыр жауса, Илинка талапкерде адам бар ма? Балағын балшық суға тықпайтығын. Қосшы мен Қояндының тұрғындары жаңбыр жауса түлертет бұлттай түрін. Сол жаққа тақтайдай жол салып берсе, талай жыл тұрар еді құртпай құнын. Депутаттар неге оған жаңашпайды, парламентте отырып ұйықтайтығын. Құқық қорғау органы қайда қарайды, құлқынын жемқорлардың құлттайтығын. Әкімдері де түсінер, кез келді ғой, ұтылмаса бұл істен ұтпайтынын. Асфальтты жыл сайын қазған менен, астынан алтын адам шықпайтынын. Ол ренішін көп айтты ғой рекең шығып. Қабағы қаңтардан да екен суық. Мен айтам тас жолдағы тауқыметті, сөйлесем бетерден де бетер шығып. Семейдің кедір-бұдыр жолдарында көлігіңнің мосы кетер сынып. Жол жүрсен Қызылордадан Жезқазғанға шопырлар көздің жасын жетер сығып. Арасы Атырау мен Астраханның алдарының шапанында екен шұрып. Солардың кесірінен жол апаты көбейгенін елге ақпар етем суық. Жақынынан айырылып талай адам өмірін өкінішпен өтер сынып. Алдымен жолымызды тегістейік, бар десек біздің елде не кемшілік. 40 жамау жолдардан құтылмаса, 30 елге кіремдеу бекершілік. Ақыннан ақиқатпен ғазалтыңдар, ағайын өздеріңсің тазалтыңдар. Көлікті тізгіндеген шопырлардың көңілінің қырыпсын жазар кім бар? Аттап бассақ көбейтті камераны, айыппұлдың мөлшерін өз айқындар. Сергектен секем алып қалды халық, тапқаныңды тамақтан тез алқымдар. Экспоға жұмсалған қаражатты жұрттанға солай жинайтын азартың бар. Ол аздай гаилерде қаптап жатыр қалтаңды қарақшыдай қажайтындар. Министр Қасымовқа айтарым сол, десеңдер бәтуәлі сөз айтыңдар. Жолға бөлген ақшаны жолдан құртпай, тендерде жемқорлықты тазартыңдар. Жолдағы полицияны көбейткенше, жолдағы коррупцияны азайтыңдар.
дұрыс қой көп айтқанша. Қытай, өзбек, ұйғырлар басылды дейді. Жағдайлар болып жатыр жан айтқанша. Өзің барып іреке не істемедің ақылды айтыстарға кеп айтқанша. Есірген эстраданы түзесеңші, Мейірбекке ақылды кеп айтқанша. Құдай берген талантын жерге тығып, Құдай берген Димашқа жөн айтқанша. Шотан қарындас дейтін өлең жазып, мәнсіз әннің мәтінін мол айтқанша. Ақылбектің концертінде би-билемен көл жасадың сахнада гөл айтқанша. Шынымен Ринат іске кіріссеңші, өтірік елдің қамын жеп айтқанша. Ақылымды қолдансай осыларға, Ақылбекпен қосылып реп айтқанша. Сен маған айта берме әр нәрсені, үйдесең оңдырмаймын қарғам сені. Менімен шыққан ақын репті айтады, сол жерден бітіп қалады толғау шегі. Негізі ақын адам қарсыласын, шықпастан бір әзірақ барлау шеді. Сен құсап өткен кеткен өсекті айтпай, қақпаның дұрысынан қамдау шеді. Елімде еркелесем ойнап күлем, қандай жай айтәуреге салған сені. Тегінде өздерістей алмайтындар, істеген адамдарды қарғаушы еді. Әйтпесе жалғыз ғана мен емеспін, қазақтың даласында қалған сен. Мен сенің аяғыңнан салған жоқпын, ішінде жүрмеген соң жалған көптің. Сен маған шындықты айт деп отырсың ба? Іздесем тым алысқа барған жоқпын. Шыдап көр, шындықты айтса ақын алдан. Кеудемде талай жатыр арман. Бастайын білімімнің жағдайынан, ұрпақтың бүйіріне батып алған. Ол күнде Қазақстанда жұлдыздар көп, магистр дипломын сатып алған. Жанасар өздігімен ерлесе де, ойымды жеткізейін мен нешеге. Бүгінде қаттап кеткен ғалымдар көп, есігін кабинеттің көрмесе де. Мен емес таныстармен ерегескен, кезім жоқ үлкен сөзін бөлегескен. Жақында магистрант болып шыққан гранттағы студент бірі сен емеспен. Алады өздігінше жүлден әркім, түсінбей қап жүрмесін мүлде қалқың. Мейірбек, шыншыл болсаң айтып көрші, дипломды қалай алдың, кімнен алдың? Сұрағыңды ойдың-ау жөн секілді, жарайды жауап берем ер секілді. Дихандай академик ағай отыр, шәкіртке сабақ берген мен секілді. Аллаға шүкір бітірдім магистрді, оқудан қуылған жоқ сен секілді. Ағамның шарықтадау биікке ақылы, болмаса да өнердің диктаторы. Маңайға бұрынғыдай маңғаз емес, маңдайына көп таяқ тиіпті ақыры. Хайыппенен халықты қатар қолдар, бейбіт күндің сенедің хит батыры. Ал ендеше аман бол, көріскенше Алаштың аймаңдайлы.
Sүйікті ақыны, қазақтың жоқ жітігін түгендеген атақты Ринат Зайыт Рифқатұлы. Тарихта байқап тұрсаң рас маңыз бар, табарымыз өткен күннен жақсаңыздар. Айтысты тоқта деген хабар келді, қойылатын өлеңге жақшамыз бар. Ринаттай айқасқан арыстан мен Мейірбектей жас балаңды қоштаңыздар. Жастарды келер жылы, жастардың жылы дейді, елбасының пікірін растаңыздар. Жастарды ағайын келер жылға қалдырмай-ақ, қолдауды осы кезден бастаңыздар. Алдымда елім барда қолдайтұғын, Кезім ғой домбыралы толғайтұғын. Ешкімде мен оқудан қуған жоқ ет. Бауырым, ой айтсаңшы оңдайтұғын. Мен бір жыл оқып болып өзім кеткем, адамдар көбейген соң қорлайтұғын. Мен 17 жыл бұрын мен біліп кеткем, бұл жерде адалдықтың болмайды. Қошеметтеріңіз құрметті. Ринат Зайыт, Мейірбек Сұлтанхан. Айтыста бірінші болып бастаған Ринат Зайытовтың ұпайы. 19 қалған 10. Мейірбек Сұлтанхан 10. Bir айналдырсаңыздар, көрмей жатыр. Бағаларыңызды, бір түрі 10. Түгел 10. Ақындар рахмет айтыстарыңызға. Ал құрметті. Bizge bugün 20 akın var. 10. айтса da, сол себепті келесі ақындарға да сөз берейік. Сәл тынышталсаңыздар.